Ассалаумағалейкум достар, назарларыңызда қазақ баласы арнасы. Қазақ болғалы ұлтымыздың тарихында небір асыл тұлғалар із қалдырды. Соның бірі Алаштың айбозылы Мұстафа Өзтүрік. Мұстафа Түркияның Кайсери қаласында Кәбен ақсақалдың отбасында 1954 жылы дүниеге келді. 1970 жылы 16 жасында Тайваньның халықаралық қатынастар университетінде журналистика мамандығы бойынша оқуға түседі. Оқу барысында Корей халқының көне жекпе-жек өнері таэквондоға қызығушылығы артып айналыса бастайды. Туылғаннан зерек, шымыр денелі жігітке таэквондоны меңгеру қиын болмаса керек. Аз уақыттың ішінде таэквондоның шыңына шығып, әлем чемпионы болады. Таэквондодан қара белбеу 6-шы дан егері дәрежесіне жетеді. Әлем танитын атақты актер Брюс Лидің өзі тек 4-ші данға ғана жеткен еді. Осыдан ақ Мұстафаның шоқтығы қаншалық биік екенін байқауға болады. Бір кездері Мұстафа өз сөзінде: "Бізбен жаттыққан жігіттердің ішінде Брюс Лиді неше орайтын жігіттер көп еді. Брюс Лидің артықшылығы тек актерлық шеберлігінде" деп анық баға бергенді. Мұстафа өз мамандығы журналистика бойынша емес, таэквондо спортына ден қояды. Ол қазақ тілінен бөлек ағылшын, неміс, түрік, қытай, корей, жапон тілдерін меңгерген. 1980 жылы Мұстафа жаттықтырған түрік құрамасы сенсация жасап, әлем чемпионаттығында 2-ші орынды алады. Түркия Германияда таэквондо мектебін ашып шәкірт тәрбиелейді. Германияның қарулы күштері мен арнайы жасағын жаттықтырады. Өзінің бір басына атақ абырой мәнсәбі жететін еді. Қанша елді аралады, қаншама ұлтты көрді. Бірақ қанында туылған тектілік Мұстафаны қазақ даласына сүйрей берді. Өз ұлтыма, өз еліме қызмет етсем, өз туымды әлемде желбіретсем деген асыл арманын арқалап, билік өкілдерінің шақыруымен 1990 жылы Қазақстанға келеді. 1991-92 жылдары таэквондо мектебін ашып, Қазақстан таэквондо федерациясының негізін қалап, өзі президенті болады. Тұңғыш рет қазақ таэквондошыларын халықаралық жарыстарға апарып, жүлделі орындармен оралып жүрді. 1992 жылы Қазақстан азаматтығын алады. 1994 жылы Қазақстан Республикасы Жоғары Кеңесінің депутаттығына кандидат болады. Қаншама атақ абырой мен халықтың қолдауы болса да, сайлауда тек 15% дауыс қана алып, депутаттыққа өтпей қалады. Ұлтыма, еліме қызмет етсем деген ойы жүзеге аспады. Міне осы кез Мұстафаның өмірінің қараңғы түседі. Қайран ер мұңайды да, налыды. Дегенмен, аяғына нық тұрып, ұлтқа қызмет етуді жалғастыра берді. Бір қазақтың шетелден келіп, осынша еңбек етуі, ұлтына қызметі, атақ абыройы бәлкім біреулерге жақпады ма, кім білсін. Елім деген бір ер туса, оны қабатын 2 ит қоса туады деген. Стамбулдың тар көшелеріне сыйған Мұстафа қазақтың кең даласына сыймады. 1995 жылы 11 наурызда белгісіз себеппен ауруханаға түсіп, 15 наурызда алыстан елім деп жеткен дана жүрек мәңгілікке тоқтады. Тағы бір ұл қазақтың маңдайына сыймай кетті. Құлагерді балталаған батыраштар бүгінгі қазақ қоғамында бой көрсетті. Биыл Мұстафаның өмірден өткеніне 26 жыл болды, бірақ оның өлімі әлі жұмбақ күйінде қалды. Алла тағала жатқан жерін жайлы, топырағын торқа қылғай. Назар салғандарыңызға рахмет. Келесі бейнеде көріскенше.